Орыстардың Ташкентті алуы. 1865 жылы генерал Черняев Ташкентті қоршады. 10 күннен кейін Шортөбеде ұрыс болып, сонда Әлімқұл молдаға оқ тиіп, дін жолында шахид болды. Әскері жеңіліп, Ташкентке бекініп алды. Әлімқұл молда қазаға ұшырағаннан кейін Қоқан әскері қожырап, бір бөлегі Қоқанға қайтып кетті. Қалғандарының аттары мен киімдерін ташкендіктер тонап алды. Бұл кезде ташкендіктер мен қоқандықтар тек бірін-бірі тонап, әрқайсысы қолына түскенін олжалаумен болды. Бұл жағдайды көргеннен кейін Сыздық Сұлтан өз жігіттерін, жақын көрген дос-жар адамдарын, Кішіктің баласы Арсланбек Сұлтан мен Жалайыр Бекбау датқаны жинап алып, қала дарбазаларына барды. Дарбазалардың бәрі де ашық, күзетшілер қашып кеткен. Оны білмеген Черняев қаланы алыстан атқылап жатқан. Сыздық Сұлтан Ташкеннің 12 қақпасының бәрінде топырақпен көмдіріп, әрқайсына өз адамдарынан күзет қойды. Кешке қарай ол Әлімқұл молданың ордасына қайтып оралды. Черняев та түнейтін жеріне қайтқан еді. Бұдан кейін Ташкент халқының жиналысы болып, онда бас қазы молда Сәлибек Ахунд, Хаким Қожа және басқа да басшы беделді адамдар Сыздық Сұлтанды Әлімқұл молданың орнына әмир ләшқар етіп сайлап, Қоқан хандығы мен қазынаны оның қарамағына берді. Содан кейін Сыздық Сұлтан 3 күннің ішінде қызмет орнындағы адамдардың барлығын ауыстырып, әр жерге де қолынан іс келер деген адамдарды қойды. Қоқан жігіттерін қайта жинап, олардың тоналған аттары мен киімдерін қайтартты. Сөйтіп барлық әскерді соғыса алатын халге келтірді. 4-ші күні генерал Черняев Әлімқұл молданың қаза болғанын, Қоқан әскерінің қашып кеткенін естігеннен кейін Ташкеннің дарбазаларына жақындап келіп, зеңбірекпен де мылтықпен де атқыса бастады. 3 күн бойы ол қаланы алуға бар күшін салып, күнде ертеден кешке дейін дамылсыз мылтық зеңбірек атумен қатар барлық дарбазаларға өршелене шабуыл жасады. Дақи болмаған соң Черняев генерал қасындағылардан: Әлімқұл молда өлді ғой, енді кім осынша ерлікпен соғысып жатыр деп сұрағанда, олар Әлімқұл молданың орнына бас әскербасы болып Сұлтан Сыздық тағайындалған. Қазір сол соғысып жатыр дейді. Сонда генерал: бұл адамда сірә Әлімқұл молдадан кем түспейтін болғаны ғой, депті. Бір жеті өткеннен кейін ұрыс қайта басталып, бұрынғы қалпымен жүріп жатты. Күн құрғатпай жүрген соғыс 40 күнге созылды. Сыздық Сұлтан ертеден кешке дейін жауды зеңбірекпен де, мылтықпен де атқылап, түнде таң атқаннан кейін де дарбазалардың бәрінде өз аралап сақтық етті. Сыздықтың бұл ісін көрген Қоқаннан келген әскердің басшылары өзара ақылдасып: орыстар қаланы ала алмайтын шығар, ал олар кетсе, мына қазақтың төресі Ташкент мен Қоқанды өз билеп, біз далада қаламыз ғой деп, ақыры Сыздықты өлтіруге сөз байласады. Мұны біліп қалған ташкендіктер өздерінің барлық басшы адамдарымен Сыздыққа келіп: бұл қоқандықтар опасыз халық, өздерінің хандарын өлтіріп жаман үйренген бұлар, сол істі бізге де істегісі келеді. Бізге сол қоқандықтарды ұстап алып өлтіре беруге рұқсат ет, дейді. Бірақ Сыздық Сұлтан олардың бұл айтқандарын мақұл көрмеді. Жау жағадан алып тұрғанда бақталастық етіп, өзара қырылысуымызға болмайды. Оның бер жағында қоқандықтар ашықтан ашық жау болып шыққан жоқ қой, деді. Бірақ Сыздық Сұлтанның көңіліне күдік кіріп қалған еді. Содан кейін ол басқа бір амал ойлап тапты. Ташкендіктердің басшы адамдардың бәрін жинап оларға: қоқандықтардың іштей жау екенін білдік. Бізді мықты жау орыс әскері қамап жатқан мынау. Осы қиын жағдайдан шығу үшін Бұхар әмірінің қол астына кіріп, одан көмек сұрайық, деді. Жиналғандардың бәрі де осы ақылды мақұл көрді. Содан кейін Сыздық Бұхараның әмірі Әбіл Мұзаффар ханға тарту таралғыларымен елші жіберді. Оған Ташкеннің лауазым иесі адамдарынан бас қазы Хаким Қожа, Ишан Әбіл Қасым хан, Гусвендуз Мағзұм, қазақтардан Шанышқылы руынан молда Көшек Татқа,
дулат руынан Төртбай датқа және басқалар кірді. Бұхараның әмірі бұлардың тілегін қабыл алып, басқару үшін өзінің Тайшыбек деген тоқсабасын қасына 5 жігіт қосып жіберді. Тоқсаба келгеннен кейін Сыздық Ташкентті басқаруды оған тапсырып, орданы тастап шықты. Сыздық сұлтан орнынан түскеннен кейін дарбазаларды күзету, басқа да әскери тәртіп босаңсып, соғыс әрекеттері де күннен күнге азайып, ақыры Тайшыбек Тоқсаба келгеннен кейін көп ұзамай-ақ Черняев таң алдында шабуыл жасап, Камелан дарбазасы арқылы кіріп Ташкентті алды.